Дейл Карнеги. Егерде сіз саморазвитие, яғни өзін-өзі дамыту бағытындағы кітаптарды оқып жүрсеңіз, бұл есімді баяғыдан білетін шығарсыздар. Түсінгендеріңіздей, бүгін мен өзімнің YouTube арнамда «Книжный құрт» атты айдарымның екінші видеоролигін Дейл Карнегидің «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» атты кітабына обзор жасаумен толықтырмақшымын. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Ең алдымен кітаптың соңғы парағында, соңғы бетінде бұл кітаптан қандай нәтиже, қандай ақпарат табатындығыңыз туралы ақпарат берілген. Яғни, в этой книге вы найдете 3 основных правила общения, 6 способов расположить к себе окружающих, 12 способов склонить людей к своей точке зрения и 9 способов изменить мнение человека, не вызывая у него протеста, и многое-многое другое. Яғни, бұл кітап өзін-өзі дамыту бағытымен қатар психология мен адамдар арасындағы қарым-қатынас тематикасында қозғап, сол мәселені көтеріп отыр. Дейл Карнеги, американдық педагог, лектор. 1888 жылы 24 қарашада туылып, 1955 жылы 1 қарашада дүниеден озды. Ол педагог болумен қатар лектор болды, жазушы, оратор, мотиватор. Қарым-қатынас және көпшілік алдында өнер көрсету, сөз айту жөніндегі өзін-өзі дамыту бағытындағы курстардың негізін қалады. Бұл кітаптың Марвин дүкендер желісінде қазақша нұсқасы да сатылуы мүмкін. Бірақ мен алған нұсқа ол орыс тіліндегі нұсқа. Енді кітаптың өзіне кеп тоқталайын. Кітаптың мазмұнына сүйенсек, кітап 4 тарау 30 бөлімнен тұрады. Әр тарауда, мысалы үшін бірінші тарау «Основные методы обращения с людьми», яғни адамдармен қарым-қатынас жасаудың негізгі әдістері. Екінші бөлімі 6 способов понравиться людям, адамдарға ұнаудың 6 жолы. Часть 3. Как склонить людей к вашей точке зрения, адамдарды сіздің позицияңызға, сіздің көзқарасыңызға сендірудің жолдары қандай деген сұраққа осы 3-ші тарауда жауап көрсетілген. Часть 4. Быть руководителем, как изменять людей, не нанося им обиды и не вызывая негодования. Яғни, басқарушы болу, адамдарға реніш пен түсініспеушілік тудырмай, оларды қалай өзгертуге болады деген осы 4-ші тарауда ақпарат келтірілген. Жалпақ тілмен айтқанда, мына кітапты мен өткен бөлімде айтқан Нисли кітабымен бірге бір уақытта алдым. Бұл кітаптың бағасы ол кезде шамамен 3000 теңге болатын. Қазір нақты қандай баға екенін Марвин дүкендер желісінің интернет сайтына кіріп тексере алсаңыздар болады, немесе Каспий магазиніне тексерсеңіз болады. Стикерлердің көптігіне қарағанда, мен бұл кітапта Нисли кітабына қарағанда пайдалы ақпаратты көп аңғардым, көп байқадым деген қорытындыға келуіме болады. Жалпы бұл кітап көбінесе адамның ең басты қажеттілігі тамақ пен адамдардың бір-бірімен сөйлесу ғой. Осы екінші қажеттілікті өтеу үшін толыққанды ақпарат осы кітапта көрсетілген деп айта аламын. Проще говоря, не зря эту книгу рекомендуют всем тем, кто хочет развивать в себе коммуникативные навыки, ораторские навыки, кто хочет стать предпринимателем. В этой книге заложена вся информация, в которой вы можете найти себе все методы общения с людьми, как выстраивать правильные отношения с людьми, как правильно и положительно на них влиять, чтобы прийти к какому-то результату. Бұл кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Бұл кітапты қазақ тілінде тапсаңыз, қазақ тілінде, орыс тілінде болса, орыс тілінде де оқи берсеңіз болады. Бұл кітаптан мен тек өте жағымды әсер алдым. Джен Синсера өткен бөлімде Нисли кітабын айтқанда, Джен Синсера ол ешқандай ғалым, педагогикамен байланысы бар адам емес болатын. Ал Дейл Карнеги бала кезінен, бозбала кезінен бастап осы оқыту, білім беру саласына өзінің қызығушылығын, ынтасын таныту арқылы осы сферада былайша айтқанда эксперт дәрежесіне жеткен адам ретінде санаймын. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті.
алтын уақыттарыңызды бөліп осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, астыға комментарийға видео тақырыбы бойынша не болмаса өзіңізді дамыту бағытындағы кітаптар туралы өзіңіздің ой пікіріңізді жаза кетіңіз. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp чаттарға, WhatsApp группаларға, Instagram парақшаларға таратыңыз. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден бір себепкер боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.